Менің сұрақтарым цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің өкіліне арналады. Азаматтар үшін қолайлы ақпараттық технологияларды пайдалануды және оларды кодекс жобасының талаптарымен үйлестіруді қалай жоспарлап отырсыздар? Және екінші сұрақ. Мемлекеттік органдар кодекс жобасында ұсынылған барлық әкімшілік рәсімдерді елді цифрландыру жағдайында орындауға дайын ба? Все вопросы, которые затрагиваются в данном административном кодексе, в первую очередь связаны с доступом граждан к процедурам в госорганах через посредством видеоконференц-связи. И, собственно, первое – это каналы связи. Мы о них постоянно говорим. Каналы связи до областных центров у нас качественные. И, собственно, кабинеты, обеспеченные оборудованием видеоконференц-связи, у нас на сегодняшний день есть в центрах обслуживания населения корпорации для граждан. Второе – это в акиматах. И третье – это общественные приемные Нуротана. Так или иначе, все эти инструменты можно будет использовать для взаимодействия с государственными органами. Әрине, бізде аударма бар. Осы залда отырған әрбір азаматқа қай тілде сөйлеймін десе, жағдай жасалынды. Бірақ та, құрметті Асхат Елубайұлы, басқа ұлттың азаматы мемлекеттік тілде сұрақ қойып тұрғанда, қазақ тілінде басқа ұлттың азаматы сайрап тұрғанда, сіз мемлекеттік тілде жауап бермегеніңіз дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Соны ойлауыңыз керек.